Бүгін бізде Subaru Forester 2015 жылдың автокөлігі. Бұл автокөлікте бүгін біздер Евро 2 бағдарламасын жасайтын боламыз. Көлікте Евро 2 бағдарламасын жасамастан бұрын біздер көліктің иесі катализаторларын алып тастауға жөн көрді. Себебі бұл жерде қозғалтқышта ауа подсос болған, лямбда датчиктер богатый смесь береді ғой әр уақытта. Богатый смесь бергесін мына бірінші катализаторлары бітеліп тұр қазір бізде. Сол катализатор бітелгесін ұнтақталып дайын тұр. Соны алып тастап, екінші катализаторды алып тастап, осы жерге стронгер қоятын боламыз. Бұл дәл осындай стронгер болып келеді. Осы жерге өстіп кесіп тастап жасайтын боламыз міне. Көліктің иесі стронгер қоюды жөн көрді. Себебі бұл жерде катализатордың орны болады ғой. Оны алып тастағаннан кейін дырылдап дауыс шығады. Сондықтан дәл осындай стронгер қоятын боламыз. Оның іші осындай сетка турба сияқты болып келеді. Әне ішіндегі бәсеңдеткіш осындай міне конструкциялы стронгер болып келеді. Оны осы жерге қоямыз. Қазір менің жолдас жігітім Гриша амандасып. Ассалауму алейкум. Осы жігіт қазір катализаторын алатын болады. Алып қарайтын боламыз. Содан кейін барлық механикалық жұмыстарын бітіргеннен кейін біз Евро 2 прошивкасын жасайтын боламыз. Өткенде Kia Rio көліктеріне маған қарайған комментарий келген, жамандағандар да бар, тағандар да бар. Фронт екіге бөлініп кетті менде. Сол себептен мен катализаторды алдыртуға жөн көрмеймін негізінде. Себебі ол болмайды. Экология жағынан 1-2 жылдың ішінде жаңа заң қабылдау мүмкін. Мына экопосттарды қойып, кімде катализатор жоқ, қандай газоанализатор қояды глушительге. Егер сіздерде бензин, дизельді көліктер бензинді, дизельді толықтай жақпайды. 70%-ын жағады да 30%-ын глушительден шығарып жібереді. Сол 30%-ды катализатор күйдіріп тұрады негізінде. Выбростар экологиялық тазартып тұратын соның қызметін атқарады. Сондықтан ертең 1-2 жыл бұрын енді мен білмеймін нақты, бірақ сондай заң қабылданған. Егер катализатор жоқ автокөліктер және табиғатқа қарай көп выбростар көп болса, 300-400 мың теңге айыппұл және техосмотрдан өтпеуіңіз мүмкін деген қалыптан қазір таралып шығып жатыр. Сондықтан катализаторды алып тастауға мен негізінде қарсымын. Тек қана Евро 2, ал бітелген жағдайда катализатордың Қытайда бар Евро 4, Евро 3 сондай катализатор салған жөн деп ойлаймын. Ал енді темамыздан өзгеріп кеттік. Қазір біз автокөлікті қарайық қалай шешілетінін. Мінекей қазіргі екінші катализаторды қарайтын боламыз. Бұл енді сау болып шығады. Әр уақытта кететін біріншісі мына. Ал екінші катализаторлар таза болады. Егер сервисте алып тастаймын дейтіндер болса, онда оған келіспеуіңіз абзал болады. Себебі әр уақытта екінші катализатор сау болады. Тек біріншісін алып тастап, екінші тұра берген дұрыс болады. Жаңа экопост айттым ғой. Міне сау екен, көрдіңіз ғой. Әдемі болып тұр. Приблизь чуть. Тут целый. Осылай міне жігіттер. Жапон көлігін катализаторын шешу үшін қандай қиындықтар келеді? Біздерде орыстардың көліктерінде болса бұндай болмайды негізінде. Бұл защиталы. Мынаны алу үшін қаншама болт, қаншама минералды мақталар тұр. Міне қандай кәсіппен, қандай сапамен жасайды жапондар. Ал бұл болса біздің катализаторымыз. Забился в центре. Мынау неден болады дегенде мен сіздерге айтайын. Былай секрет бойынша. Көлік 90% газбен жүреді ғой, енді Маңғыстау ақтаудікілер. Газбен жүрген кезде бұлар ешқашанда катализатор бітелмейді негізінде. Мінекей. Бұл жағы тазалау. Яма бар.
Да. Разрушился. Мінекей. Көріп тұрмыз мынау катализатор дәл осы мынау тереңдік міне. Бүйтіп ойылып біткен ішіне. Бұл ойылған мусор поршынға барады. Катализатор содан май жейді. Негізі мынандай болу керек қой. Мынау ойылып біткен көрдіңіз ғой. Қыстар қандай болып жатыр. Шешкеннен кейін сізге терге көрсетерім. Жаңағы проблемалар ол газдан және май жегеннен болмайды. Ол бізде біріншіден катализатор неге бітеледі, неге сынады деген сұрақтар болса, мен сізге айта кетейін. Ол біріншіден көлік подсос болады. Көліктен бір жерден бізде волюметр немесе дат болады ғой, абсолютный давление. Сол арнайы бір килограмм арнайы бір давлениемен тұрады мына ресей впускной коллекторде. Ауада бензинде дұрыс болса, соотношениесі дейді ғой екеуінің, оныске бірі болу керек. Ал егер ол болмаса, жаңағындай подсос болса, және де тағы да бір-екі тесік жерлер болса, бензин көп жеп бастайды. Хлопок болады, бензин көп жеп бастайды. Сол бензин көп, мына воздух бір жер тесік болғасын, қозғалтқыштың жағына, волюметр жағы болсын, зат жағы болсын, волюметрдан бөлек форсункіден воздух сосын, немесе мына коллекторден, впускной коллекторден, пластмасс ресиверден ауа сорып бастаса, богатый смесь болып бастайды. Үстіндегі лямбда датчик ол адамның мұрны сияқты тексеріп отырады. Егер воздух көбейіп кетіп, бензин азайып кетсе, компьютерге сигнал береді. Бензин аз, ауа көп. Сондықтан көбейді деп. Сондықтан бізден сол себептен компьютер бензинді көп береді. Мына волюметрге қарамай лямбда зон аз дейді, тағы құй дейді. Сөйтіп богатый смесь, глушитель қара, свечи қара, ақыр түпкі сол жанбай қалған бензиндер катализаторға барып жанып еріп бастайды. Сол еріп, сынып, өгетіліп, ары қарай қозғалтқышқа барады. Негізінде 90% сондай болады проблемалар. Давайте молоток подложим. Катализаторды алып жатыр. Мен айттым ғой, мынау цаттан барады. Коллектор осылай шығып кетеді ауа. Қазір жағдайын көрейік. Мінекей. Көрдіңіз ғой? Мынау жаңағы мусоры арттан мына жерден бітілгеннен кейін артқа қарай ұшады. Горячий, нет? Такой теплый. Мінекей. Осы міне үгітіледі, алдыңғы жағы мына коллекторда өсіп тұрады ғой. Ауа деген былай кетеді, мынаны үгітіліп болғаннан кейін артқа қарай кетеді, қозғалтқышқа қарай. Мына мусор бір жек кету керек қой, ары қарай немесе былай, осылай қарай. Сондықтан көбісінің май жеп кететіні мына катализаторды алмағанға дейін май жеп бастайды. Сіз катализатор алғаннан кейін май жеп кетеді, анау-мынау деген ол өтірік әңгіме. Негізінде соның алдында болатын жағдай. Сіздерге айтарым осы. Да, подложи ему. Можно поставить даже. Поставим. Бұл көлік 150 мың шақырым жүрген, жаңа айттым ғой. Ауа сорып бастағаннан кейін бензин көп жағады, бензин көп жаққаннан кейін катализатор өстіп ішіне осы катализатор бензинді жағып тұрады. Осы міне көп жағып, қатты жағай берсең, өсіп өгетіліп, қирап, сынып бастайды катализатор. Ал газбен көп жүрсеңіз, сондай болмауы мүмкін. Мен себебі өзімнің Лада Приорамен жүрмін ғой 8 жылдан бері. Бірақ тәліме ондай проблема жоқ камерамен қарағанда да. Сондықтан біріншіден түтінге салу керек, мотор тестерге салу керек, мынандай проблема болмау үшін. Майдан болмайды ол еш уақытта. Жаңа богатый сместен болады бензинді. Өстіп міне катализатор өртенеді. Бұл бұл қымбат материалдар бар ішінде, платинум, палладий, алтында болуы мүмкін ішінде. Сондықтан қымбат материалды қабылдап алады сізден, алып сатушылар. Сондықтан естеріңізде жүріңдер, біліп жүріңіздер деп сіздерге айтқаным.
Мінекей екінші жаңа стронгерді салдық, мана катализаторын да салдық. Стронгер дәл осындай болып береді. Көмектесіп жіберейін, давай я подержу. Мінекей енді орнына салып, прошивке көшетін боламыз. Бұйырса. Бұл көлікті Евро 2 бағдарламаға өткіздік. Қазір мен жолдас жігітім қыздыратын болады. Қыздыр, Гриша. Көлік қызды және құйып болдық. Өзіңіз көріп тұрғандай, ошибка ешқандай қате, катализатор чек деген жанып тұрған жоқ. Дәл осылай міне Subaru Taurus'тар екілік көлемді қозғалтқышты біз катализатор түсіріп және бағдарламасы, Евро 2 бағдарламасы жасап берген болатынбыз. Баршаңызға да рахмет. Сәттілік, лайк басып біздің арнамызға жазылыңдар. Гриша деген жігіт тағы да баршаңызға да сәттілік.